Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Есеп және аудит мамандығына бухгалтерлік есеп негіздері пәнінен бухгалтерлік есеп шоттары тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Оқытушы Есетова Мира Климовна. Сабақтың тақырыбы бухгалтерлік есеп шоттары, мақсаты студенттердің бухгалтерлік есеп шоттары, олардың құрылымы, бухгалтерлік есеп шоттары және олардың баланспен байланысы туралы құзыреттіліктерін қалыптастыру. Бухгалтерлік есеп шоттары және олардың құрылымы. Шаруашылық қызметті бақылап, басқару үшін белгілі бір кезеңге қаржылық өзгерістер туралы ақпараттар қажет. Бухгалтерлік есеп шоты шаруашылық қорлары мен олардың қорлану көздері мен болатын шаруашылық операцияларын ақшалай бағада бейнелеу, ағымдағы бақылау және топтаудың тәсілі болып табылады. Шот бухгалтерлік есептегі ақпаратты жинақтаушы. Шоттар негізінде есеп берушіліктің ең негізгі формасы бухгалтерлік баланс құрылады. Шоттың көрнекті түрде бейнеленуін Т-шот моделі сызбасымен көрсетуге болады. Бұл қарапайым модель 3 элементтен тұрады. Шоттың атауы, шоттың сол жағы дебет, шоттың оң жағы кредит. Міне өздеріңіз көріп отырғандағыдай, шоттың схемасы осындай түрде болады. Шоттың атауы жазылады жоғарғы жағына, және сол жағы дебет деп аталады, оң жағы кредит деп аталады. Сол жағында жазылған кез келген жазба шотты дебеттеуді, оң жағындағы жазба шотты кредиттеуді білдіреді. Дебет және кредит сөздері шоттың оң және сол бөліктерін бейнелеуге арналған бухгалтерлік терминдер. Шоттың қалдығын бухгалтерлік есепте сальдо деп атайды. Шоттар бухгалтерлік баланспен тығыз байланысты болады. Сондықтан да олар активті және пассивті болып бөлінеді. Активті шоттарда мүліктің барлық түрі, олардың бар болуы мен құрамы және қозғалысы есепке алынады. Активті шоттың алғашқы қалдығы тек дебеті жағында жазылады. Мұны көріп отырғандарыңыз активті шоттың сызбасы. Бас жағында шоттың атауы, сол жағы дебет және сол жағына есептік кезеңнің басындағы қалдығы жазылады, демек сальдо. Оң жағы кредит, сол жағына шаруашылық операциялардың әсерінен сомалардың өсуі плюс деп белгілеп қойдық, ал оң жағына шаруашылық операциялардың әсерінен сомалардың кемуі жазылады. Есептік кезең соңындағы активті шоттың қалдығы келесі жолмен табылады. Бастапқы қалдық сальдо дебеттік плюс дебеттік айналым минус кредиттік айналым. Соңғы қалдық тек қана дебеттік болады. Көріп отырған мысалдағыдай 500 теңге шоттың бастапқы қалдығы. Шаруашылық операциялардың негізінен дебетінде 1000 теңге, 2000 теңге, 12000 теңге бұл шаруашылық операциялардың негізінен сомалардың өсуі болып табылады. Және бұл сомалардың қосындысы ол айналым деп аталады, және дебеттік айналым бұл жолы 15000 теңгеге тең. Кредитінде бір ғана жазба жазылған екен, ол 2100 теңге, бұл кредиттік айналымның жиыны болып табылады. Енді соңғы қалдықты есептегенде бастапқы қалдық 500 теңге, плюс дебеттік айналым 15000 және минус кредиттік айналым 2100. Сонда соңғы қалдық бұл шотта
13.400 теңгеге тең болып табылады. Пассивті шоттың мысалы. Пассивті шотта шаруашылық құралдарының қалыптастыру көздері мен міндеттемелер есепке алынады. Мұндағы жазбалардың қалдығы кредит жағында көрсетіледі. Дебетінде шаруашылық операциялардың әсерінен сомалардың кемуі, кредитінде шаруашылық операциялардың әсерінен сомалардың өсуі көрсетіледі. Мысалға, бұл арада алынып отырғандағыдай, бастапқы қалдық 60.000 теңге, ол кредит жағында жазылып тұр. Және кредиттік айналым 120.000 теңге, дебеттік айналым 57.000 теңге. Соңғы қалдық пассивтік шотта мына жолмен есептеледі. Ол бастапқы қалдық 60.000 плюс кредиттік айналым 120.000 және минус дебеттік айналым 57.000. Сонда соңғы қалдық 123.000 теңге. Ол кредит жағына жазылады, себебі бастапқы қалдықта, соңғы қалдықта кредиттік шотта, пассивтік шотта кредит жағына жазылады. Сонымен пассивтік шоттың қалдығы, соңғы қалдығы мына жолмен есептеледі. Бастапқы қалдық плюс кредиттік айналым минус дебеттік айналым. Қорытындылай келе, мынадай түйін жасауға болады. Активті және пассивті шоттарда дебет және кредит қарама-қарсы мағынада болады. Активті шоттарда дебет қалдық пен көбеюді, ал кредит мүліктің азаюын көрсетеді. Пассивті шоттарда керісінше кредит қалдық пен көбеюді, ал дебет капитал мен міндеттемелердің азаюын көрсетеді. Жаңа немесе соңғы қалдық есептік кезеңнің соңындағы алғашқы қалдықтың қай жақта болғанына сәйкес дебет жағында болса дебетте, кредит жағында болса кредитке жазылады. Мына енді соңғы сызбада өздеріңіз көріп отырғандағыдай есептік кезең басындағы бухгалтерлік баланс актив пен пассивтен тұрады. Және осыған байланысты активтегі баптар активтік шоттар болып табылады, пассивтегі баптар пассивтік шоттар болып табылады. Активтік шоттың қалдығы дебетінде жазылады, және дебетінде дебеттік айналым көбею жағына жазылады. Және кредитінде ол есептік кезеңдегі кредиттік айналым және ол азаю жағына жазылады. Соңғы қалдық есептік кезеңнің аяғындағы қалдық дебеттік қалдық плюс дебеттік айналым минус кредиттік айналымға тең болады. Пассивтік шоттарда кредит жағында бастапқы қалдық жазылады, және кредит жағында шаруашылық операциялардың негізінен болған сомалардың көбеюі жазылады. Және оны кредиттік айналым деп атаймыз. Дебет жағында дебеттік айналым жазылады, және ол шаруашылық операциялардың негізінен болған пассивтік шоттың азаюы болып табылады. Соңғы қалдық пассивтік шоттарда кредиттік бастапқы қалдық плюс кредиттік айналым минус дебеттік айналым жолымен табылады. Және осы соңғы қалдықтың негізінде активтік шоттың соңғы қалдығы және пассивтік шоттың соңғы қалдығы негізінде есептік кезеңнің аяғындағы бухгалтерлік баланс құрылады. Активтік шоттың қалдығы актив жағына жазылады, пассивтік шоттың қалдығы пассив жағына жазылады. Және осыдан біз шоттар мен баланстың байланысын көреміз. Назарларыңызға рахмет. Байланыс телефондарын көрсетілген. Сау саламатта болыңыздар.